Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен черепное давление, күнделікті бас ауру, мигрен, менингит жайлы әңгіме айтамыз. Сосын соған пайдалы ем айтамыз сіздерге. Пайдалы ем болғанда, мына қараңыздар, бұрыш бар жоғы үй жағдайында мына бұрыш ұнтақталмаған кәдімгі бұршағы. Сосын бізге көп емес. Әшейін 5-6 мейіз керек болады. Негізі 4-5, 5-6 мейіз керек болады. Дәл осындай. Көрбастыр ғой, енді қараңыздар. Негізі черепное давление дегеніміз не? Черепное давление дегеніміз көбіне ішкі бас мидың қысымы. Кәдімгі іштегі мидың қысылуы деп черепное давление деп соны айтамыз. Көбінесе ол ми сұйықтығының айналмай қалуы. Мида негізі баста сұйықтық болады ғой, сол сұйықтықтың жақсы айналмай қалуы, сол жұмысының бұзылуынан болады. Көбінесе ол біреулерде тума черепное давление болады. Ал біреулерде неден кейін, не дейді, авариядан кейін болады. Сосын сотрясение дейді, сотрясениядан кейін болады, инсульттан кейін болады біреулердікі, кейбіреулердікі. Сосын әртүрлі мида болатын ісіктер болады ғой. Мидағы ісіктер су жиналады да, жиналып мида ісік пайда болады. Сосын гидроцефалия деген, осы черепнойдың мен сіздерге түрлерін айтатым, неден пайда болатынын айтып отырмын. Сосын инфекциялардан да пайда болады. Кейін қатты давление көтеріліп, қатты қысым көтерілген кезде дәл осындай черепной пайда болуы мүмкін. Баста давление көтерілгеннен кейін сұйықтық көбейіп кетеді да, қан айналым жақсы жүрмегеннен кейін сұйықтық көтеріліп кетеді. Сұйықтық көбейіп кеткеннен кейін уже черепное давление болып есептеледі. Сол сұйықтық көбейгеннен кейін айтады, сізде киста бар екен, миома бар екен деп. Тура сол жағдайда бұндайда қараңыздар не болады, күнделікті бас ауырады, біреу сөйлесе деген жақтырмаймыз. Тағы не? Вообще не десем екен, бас ауырғанда бар ғой, тоқтамай бас сақинасы айланып ауырай береді. Оған мен сіздерге ең керемет ем, қан айналымға да, даже остеохондроз себепті қан жүрмей қалады. Тура соған пайдалы сіздерге ең бір негізгі ақпаратты айтайын деп отырмын. Бізге қараңыздар, мына жағдайдан бұрыш. Мен өзім күнделікті бас ауырсын, ауырмасын күнделікті пайдаланамын. Мысалға, екеуі бұрыш пен мына мейіз қосылған кезде калий, магний пайда болады негізі. Негізі бұл бұрыштарда бар ғой, бұрышта да, мейізде де болады. Калий, кейін кальций, магний болады. Осыда негізі бұл екеуі даже сахарды да түсіруге көмектеседі. Қараңыздар. Бұрыштан кәдімгі майдаланған бұрыш. Тура соны аламыз кәдімгідей. Қағазға салып алайын. Аламыз. Сосын міне. Мен мейіздің ішіне, мысалға бұрыштар кішкентай ғой, бұршақ. Осыны мейіз дәуді, мен осындай дәу мейіз жақсы көремін негіз. Аламыз кәдімгідей. Иләжі барынша азанға, аш қарынға істейміз бұны. Кейін кешке жатар кезге. Өздеріңізге режим істеп алсаңыздар болады. Или кешке жатар кезге, или азанғы уақытта. Қараңыздар. Тура осылай, мынаның ішінде бұрыш. Көрініп тұр ма? Осын кәдім ішіне кіргіземіз. Сосын вообще күшті жа. Бастағы қан айналымды вообще зор жүргізеді. Тағы қараңыздар. Міне, тура осындай. Мен өзім күнделікті пайдаланып,
Кейін бұны обязательно сіздер бір апта қолданып көріңіздер. Бір апта ықыласпенен қолдансаңыздар, вообще зор болады. Кәні маған не қылыңыздаршы? Осыны егер бас ауыритындар қатты, мысалға мигрен дейді біреулерді, аптекадан ана дәрінде, мына дәрінде, даже цираксон, серопролизин алып жатады ғой. Тағыны таблеткалар күшті, морфин, ұйықтай алмай жатырмын ауырғаннан депші. Осындай нені бір апта қолданыңыздаршы. Бір аптадан кейін өздеріңіз үзбей бір ай қолданасыздар. Негізі бұл былай ғой. 10 күн қолданасыздар. 10 күн қолданасыздар да, 10 күн демаласыздар. Және 10 күн қолданасыздар, 10 күн демаласыздар. 3 рет, 3 курс болады. Тура содан кейін уже нәтиже пайда болады. Өте керемет нәтиже пайда болады. Араларыңызда может осындай істетіп көргендеріңіз бар шығар. Кейін мен де осындай бір бокал жылы су әкеліп аламын да, артынша ішіп аласыздар. Бұл қан циркуляциясына, бастағы миның циркуляциясына вообще зор әсер етеді. Сосыншы тағы бір не айтайын, көзге де, көздің көруіне де өте жақсы әсерін көрсетеді. Қолданып көріңіздер. Ал менің YouTube каналыма тіркеліп, өздеріңізге керекті ақпаратты біреулеріңізге болады. Маған сұрау қойыңыздар, мысалға жекеме, дәл осы сұрауды маған жекеме. Маған күнде бір жекеме жазыпты, Сабира деген, Қарақалпақстанда тұрады екен. Мен дейді, күнделікті басым ауырайды. Массажды алдым дейді, неше түрлі уколдарды алып көрдім дейді. Білмеймен не істейді екем дейді. Енді мен сол Сабира ханымға айтайын деп отырмын. Сабира ханым, егер мені көріп отқан болсаңыз, дәл осыны істеңіз. Құдай қаласа, бір апта қолданып көріңіз. Өзгеріс кәдімгідей болады. Ұйқы реттеледі. Бұл жаңа айтқанымдай, бұрышта да, мезде де калий болады, магний болады. Даже анемияға да жақсы болады. Егер таңғы ашық қарынға ішетін болсаңыздар, анемияға өте керемет пайдасын береді. Мен сіздерге айтайын ба, егер мынау мезге азанғы уақытта петрушканың несі болады ғой? Петрушканың ұрығы. Соның ұрығын аласыздар да, ұрығын алып, біреуден салып азанда. 10 мезді дәл осындай, мынау бұрыш сияқты, дәл осылай қыласыздар да, үстіп не қылсаңыздар, ауыздарыңызға салып шайнайсыздар. 10 күннің ішінде гемоглобиндарыңыз көтерілмесе, төмен түсу мүмкін емес. Кәдімгі көтеріледі, вообще зор болады. И бастарыңыз ауырмай қалады. Ал сіздерге ем болсын. Сау сәлематта болыңыздар. Менің YouTube каналыма тіркеліп, жүрекше басып, комментарий жазып қойыңыздар. Сіздерге пайдасы тисе өте қуанамын.